балалар, бүгін біздің 11 қаңтар дүниежүзілік қорықтар мен ұлттық парктер күніне орай табиғаттың алтын қоры адамзат аманаты фестиваліне қош келдіңдер. Бүгінгі фестивальдің мақсаты оқушылардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру, экологиялық сананы қалыптастыру. Құрметті 10-11 сыныптың оқушылары, сіздерге сәттілік тілеймін. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар және экология жанашырлары. Мен Камал Қадыржанов атындағы Қызылқия жалпы орта білім беретін мектебінің 11 сынып оқушысы Тілеулесова Құндыз Болатқызы. Бүгінгі бізге берілген тақырып менің өңірімнің экологиялық паспорты және де табиғаттың алтын қоры адамзат аманаты фестиваліне осы тақырыпты жобамды ұсыну бұйыртты. Абай облысы Аягөз ауданы Тарлалы ауылдық округіне алған жобамдағы тақырыбым өзімнің елді мекенім. Ары қарай танысатын болсақ, менің жобамның зерттеу нысаны мен өзектілігін айта кететін болсақ, зерттеу нысаны Тарлалы ауылдық округінің экологиялық жағдайы, өзектілігі, өндіріс орындарының соның ішінде Қазминералов компаниясының қоршаған ортаға әсерін анықтау және алдын алу жолдарын, біздің елді мекенімізге келіп жатқан сыртқы жағдайлар мен ішкі жағдайларды ары қарай зерттеу, оны айқындау және де басқаларға жеткізу болмақ. Келесі, өнерге жалпы экологиялық сипаттама беретін болсам, жалпы менің өнерімнің экологиялық паспорты дегеніміз, ол белгілі бір өнердің өнер туралы анықтама беру. Яғни бұл аймақ таулы далалы өнер, негізгі ресурстар, жер, су, жайылым, экологиялық тепе-теңдік табиғи жағдайға тәуелді. Яғни біздің ауылымыздың негізгі шаруашылығы, мал шаруашылығы болғандықтан біздің негізгі ресурстарымыздың бірі ол жайылым. Келесі, Қазминералов компаниясын өзімнің жобама неліктен қостым? Жалпы Қазминералов компаниясы ол тау-кен өндіру саласындағы ірі компаниялардың бірі. Компанияның қызметтерінің ерекшелігіне тоқталып өтетін болса, ашық және жер асты кен өндірісі, кен өңдеу жұмыстары, өндірістік қалдықтардың пайда болуы. Бұл факторлар әрине экологияға әсер етпей қоймайды. Яғни Қазминералов компаниясынан көмірқышқыл газы бөлініп, ол біздің экологиямызға кері әсерін тигізеді. Жалпы экологиялық мәселелерді талдау, яғни біздің негізгі экологиялық қауіптеріміз ауаның шаң тозаңмен ластануы, су көздерінің өндірістік қалдықтармен ластануы, яғни ол заводтардан бөлінген қалдықтар біздің экологияға кері әсер тигізуі. Яғни жалпы есеппен санағанда Қазминералов компаниясының ақпарат беру сайттарынан қарағанда жылына 90 миллион тоннадан астам өндірістік қалдық түзіледі екен. Яғни ол қалдықтар біздің жайылымдардың тозуына әсерін тигізеді. Біздің елді мекенге тиіп жатқан пайдасы да, зияны да бар. Бірақ та айта кететін болсақ, зияны біздің алтын мұрамыз, табиғатымызға тиіп жатыр. Яғни біз өзіміздің қолымыздан қалай зиянның алдын аламыз. Яғни жасыл аймақтарды көбейту арқылы, ағаш отырғызу акциялары арқылы біз өз елді мекенімізді құтқара аламыз. Менің ұсынысым өзімнің осы ауа мен судың сапасын онлайн бақылау және деректерді ашықтығын экологиялық қауіптің алдын алу. Яғни біз онлайн өзіміздің елді мекенімізде болып жатқан жағдайлардың барлығын біліп отыруымыз керек. Бұл жүйе экологиялық жағдайды тұрақты бақылауға мүмкіндік береді. Ал өзімнің жобамды қорытындылай келе, табиғат адамзаттың аманат етіп кеткен дүниесі. Өндіріс пен экология арасында тепе-теңдік қажет. Қазминералов компаниясының экологиялық жауапкершілігі маңызды. Әрбір азамат табиғатты қорғауға үлес қосуы тиіс. Яғни осы жерде отырған баршамыз тек қана осы отырған қатысушылар ғана емес, осы мектептің оқушыларының барлығын осы экологияға жанашырлығын тудыру. Болашақ таза экологияда. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен Камал Қадыржанов атындағы Қызылқия жалпы орта білім беретін мектептің 10 сынып оқушысы Алпан Фарсин Аралығы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жасыл өндіріс. Жасыл өндіріс дегеніміз жасыл өндіріс табиғатқа зиян келтірмей ресурстарды үнемдеп экологиялық таза өнім өндіру тәсілі. Негізгі мақсаттары қоршаған ортаны қорғау, энергияны үнемдеу, қалдықтарды азайту, болашаққа таза табиғат қалдыру. Жасыл өндірісті қорытындылай келсек, жасыл өндіріс таза болашақты кепілі, соны қорғайды. Сәлеметсіздер, мен Камал Қадыржанов атындағы Қызылқия жалпы білім беретін орта мектептің 10 сынып оқушысы Әбдіқадыров Ақнұр. Бүгінгі мен тақырыбым экокәсіп болашаққа бағытталған жасыл бизнес. Экологиялық мәселелер және мүмкіндіктер, олар ауаның ластануы, ормансыздануы, қалдықтарды басқару, жаңартылатын энергия.
Ауаның ластануы ол өнеркәсіптік шығарындылар мен көліктердің газдары планетамыздың ауасын ластауда бұл денсаулыққа кері әсер етеді. Ормансыздану ол ормандардың кесілуі, климаттың өзгеруіне және биоәртүрліліктің азаюына алып келеді. Қалдықтарды басқару пластик қалдықтары мен қоқыстардың көбеюі мұхиттарда жерді ластап, экожүйеге зиянын тигізуде. Жаңартылатын энергия, күн және жел энергиясы сияқты жасыл технологиялар дамыту экологиялық мәселелерді шешудің кілті. Экокәсіп бұл қоршаған орта зиянды әсерді азайтуға бағытталған экологиялық қағидаларды сақтай отырып жүргізілетін кәсіпкерлік қызмет. Қысқаша айтқанда, экокәсіп табиғи ресурстарды үнемдейді, қоршаған ортаны ластауға тырысады, экологиялық таза өнім немесе қызмет ұсынады, тұрақты даму қағидаларын ұстанады. Экокәсіптің табысты модельдері ортақ органикалық ауыл шаруашылығы, қалдықтарды қайта өңдеу, жасыл құрылыс, электрлі көліктер, суды үнемдеу технологиялары. Органикалық ауыл шаруашылығы ол химиялық тыңайтқыштарсыз және пестицидтерсіз өнім өндіру, қалдықтарды қайта өңдеу, пластик, қағаз және металл қалдықтарынан жаңа өнімдер жасау, жасыл құрылыс, энергияны үнемдейтін және экологиялық таза материалдарды пайдалану. Электрлі көліктер, көмір қышқыл газын шығармайтын көлік құралдарын дамыту. Суды үнемдеу технологиялардағы суды тиімді пайдалану және ағынды суларды тазарту. Экокәсіптің мақсаты пайда табумен қатар табиғатты қорғау және болашақ ұрпаққа таза орта қалдыру. Экокәсіп экологиялық мәселелерді шешуге көмектеседі, себебі ол табиғатты қорғауға, қалдықтарды азайтуға және ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған. Ол экологиялық таза өнімдер шығарып, адамдардың табиғатқа жауапкершілігін арттырады. Экокәсіп табиғатты қорғап, ресурстарды үнемдеуге және экологиялық мәселелерді шешуге көмектеседі. Ол экологиялық мәдениетті дамытып, болашақ ұрпаққа таза орта қалдыруға үлес қосады. Қорытынды және келесі қадамдар: болашақ инвестиция. Экокәсіп тек бизнес емес, ол планетамыздың болашағына жасалған инвестиция. Біздің әр қадамымыз қоршаған ортаны сақтауға үлес қосады. Бір назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен Камал Қадыржанов атындағы Қызылкия жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Таукенова Энжу Ершатқызы. Бүгін маған берілген тақырып жасыл өндіріс. Кіріспе. Өнеркәсіп өндірісі табиғатқа әсер етеді. Жасыл өндіріс экология мен экономиканы қатар дамытатын өндіріс түрі. Мақсаты қоршаған ортаны қорғау, энергия мен ресурсты тиімді пайдалану. Жасыл өндіріс анықтамасы: табиғатты ластамай өндіріс жасау, қайта өңдеуді, энергия үнемдеуді және қалдықты азайтуды қамтиды. Мысал, экологиялық таза зауыттар, күн және жел энергиясы. Бүгінгі таңда адамзат алдында тұрған ең өзекті мәселелердің бірі экологиялық қауіпсіздік пен табиғи ресурстарды сақтауы. Осы мәселені шешудің тиімді жолдарының бірі жасыл өндіріс ұғымын дамыту. Жасыл өндіріс дегеніміз қоршаған ортаға зиянын азайта отырып, табиғи ресурстарды үнемді пайдалануға негізделген заманауи өндіріс түрі. Келесі негізгі принциптері: энергияны үнемдеу, электр энергиясын аз тұтыну, қайта өңдеу, қалдықтарды қайта пайдалану, таза технологиялар мен зиянды газдарды аз шығару, экономикалық тиімділік, аз шығын, көп пайда. Жасыл өндірістің артықшылықтары мен қоршаған ортаға әсері. Артықшылықтары: табиғатты қорғау, ресурстарды үнемдеу, денсаулыққа пайдасы, экономикалық тиімді өндіріс. Қоршаған ортаға әсері: көміртек газын аз шығару, су мен топырақты ластамау, жануарлар мен өсімдіктерге зиян келтірмеу, климат өзгерісін бәсеңдету. Қазақстандағы жасыл өндіріс: күн және жел энергиясын қолдану, қайта өңдеу зауыттары, қоршаған ортаны қорғау жобалары, экофабрикалар мен жасыл технологиялар. Мысалы, Алматыдағы қалдықтарды өңдеу зауыты. Халықаралық тәжірибе: Германия жасыл энергия өндірісі, Жапония қалдықсыз өндіріс технологиясы, ақш экологиялық таза зауыттар. Қазақстанда да халықаралық тәжірибені қолдану. Біз не істей аламыз? Қайта өңдеуді үйрену, қағаз, пластик, электр мен суды үнемдеу, табиғатты қорғауға үлес қосу, болашаққа таза орта қалдыру. Тақырыбымды қорытындылай келе, жасыл өндіріс болашақ өндіріс түрі, экология мен экономиканы қатар дамытады, кішкентай әрекет үлкен қорғаныс, табиғатты сақтайды. Назарларыңызға рахмет.
сәлеметсіздер, мен 10-шы сынып оқушысы Сүлейменова Шамшылахан. Мен бүгінгі дайындаған тақырыбым жасыл өндіріс, экологиялық және тиімді өндіріс. Мақсатты ресурстарды үнемдеу, қалдықтарды азайту, экологиялық таза өнімдер шығару. Жасыл өндіріс бұл өндіріс процесінде қоршаған ортаға зиянды азайтып, табиғатты қорғау басты мақсат еткен технологиялар. Жасыл өндірістің негізгі принциптері: қалдықтарды азайту, энергияны үнемдеу, суды пайдалану, қауіпсіз экологиялық таза химиялық заттар, қайта өңдеуді қамтамасыз ету. Артықшылықтары: қоршаған ортаны қорғау, ресурстарды үнемдеу, өзгеріс тиімділігін арттыру, халыққа сапалы, қауіпсіз өнім ұсыну. Мысалдары: күн немесе жел энергиясымен жұмыс істейтін зауыттар, қалдықтарды қайта өңдейтін фабрикалар, органикалық өнім шығаратын өндіріс. Қорытынды: жасыл өндірісті тұрақты дамудың маңызды бөлігі, экологиялық өндіріс арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ету біздің болашағымыз үшін маңызды. Экологиялық мәселелерге көліктердің түтіні, мұнайлардың, зауыттардың түтіні бізге көп әсер етеді. Одан кейін бізде су, көл, теңіздерге қоқыс лақтырады, ол өсімдіктерге барып зиянын келтіреді, оны жануарлар жейді. Содан кейін бізде экологиямыз бұзылады. Жалпы өзендерге мұнайдың төгілуі, қоқыстардың төгілуі ол біздің қоршаған ортамызға бірден бір себепкер, оның құртылуына, оның жойылуына себепкер. Сондықтан да біз оның алдын алуымыз керек. Және де айтып өткендей, ірі кен орындарды айта кететін болсақ, алысқа бармай, өзіміздің елді мекенімізге жақын Қазминералс компаниясын ары қарай айтқым келіп тұр. Себебі ол жақтан бөлінген көмірқышқыл газының кесірінен біздің жайылым жерлеріміз құртылуы мүмкін. Сондықтан да көмірқышқыл газының мөлшерін азайту керек. Егер біздің жайылым жерлеріміз құртылатын болса, яғни біздің басты шаруашылығымыз мал шаруашылығы бәсеңдейді. Біз өзіміздің елді мекенімізді ары қарай дамыту үшін, жақсарту үшін қандай іс-шаралар атқара аламыз, қандай жұмыстар атқара аламыз? Біз ағаш отырғызу арқылы табиғатты тазартамыз. Себебі ағашта фотосинтез процесс жүреді, оттегін бөліп көмірқышқыл газын сіңіреді. Бүгін біздің мектеп үшін ерекше күн, себебі бізде осындай дүниежүзілік қорықтар күніне орай табиғаттың алтын қоры адамзат аманаты фестивалі өтті. Бұл фестиваль бізге ерекше әсер қалдырды. Яғни біз өзіміздің елді мекеніміз туралы өзіміздің пікірлерімізді еркін түрде айта алдық және ойымызда жүрген өзіміздің ұсыныстарымызды білдіре алдық. Бұндай іс-шаралар ары қарай дамыса, бұл біздің келешек ұрпақ үшін жақсы із қалдырады деген ойдамын. Сендер келісесіңдер ме?